Ертеде bir ешкі 7 лағымен орманда тіршілік етіпті. Олар тату-тәтті өмір сүріп, бір-біріне қамқор болған екен. Бірде ешкі дүкенге жиналыпты. Лақтарым, есікті ешкімге ашпаңдар. Мен қайтып оралғанда есікті қағып, лақтарым, шынақтарым, аналарың сүт әкелді, есікті ашыңдар деп ән саламын дейді. Мұның бәрін маңайда жүрген қасқыр естіп қойды. Ол лақтарды алдамақ болды. Ешкі кеткен соң, қасқыр ешкінің үйіне жақындап келіп, есікті қақты. Лақтарым, шынақтарым, аналарың келді, есікті ашыңдар деп әндетті. Жоқ, есікті ашпаймын, сен анамыз емессің. Қасқыр ұстаға келіп, жіңішке дауыспен ән салу үшін тамағын қағып беруін сұрады. Ұста таң-тамаша болды, бірақ сиқырлы аспабымен оның дауысын жіңішкертті. Қасқыр ешкінің үйіне жақындап келіп, есігін қақты. Жіңішке, нәзік даусымен «Лақтарым, шынақтарым, аналарың сүт әкелді, есікті ашыңдар» деп әндетті. Лақтар есікті ашты. Қасқыр үйге баса көктеп кірді де, лақтарды бірінен соң бірін ұстап алды. Тек бір лақ қана тығылып үлгерді. Басқа лақтарды қасқыр қапқа салып алып кетті. Ешкі үйіне келсе, есік айқара ашық жатыр. Ешкі бас көз жасын көл қылып зарлап жылады. «Лақтарым, шынақтарым, қасқырға жем болдыңдар». Төсектің астынан ешкі бір лағын тауып, жұбанып қалды. Осы лағы екеуі қалған лақтарды іздеп шығады. Ешкі қасқырға келіп, «Сен бе менің лақтарымды жеп қойған?» деп сұрады. Қасқыр оған, «Жоқ, мен сен лақтарын жеген жоқпын». «Жемегеніңді дәлелде, кел, екеуміз мына ордан секірейік. Егер сен менің лақтарымды жемесең, онда оңай секіріп кетесің» деді. Қампиған қарнымен ордан секіру қасқырға қиын түсетіні белгілі. Амал қанша секірді, бірақ өзін-өзі ұстай алмай орға құлады. Қарны жарылып, одан тап-таза лақтар орғып шықты. Олар аналарымен шұрқырасып табысты. Сөйтіп ешкі лақтарымен бұрынғыдай ынтымақты өмір сүріпті.